Күйеуім қалада жұмыс істейді. Өзім екінші баламды босанғалы бері ауылдамын. Күйеуім ауылға жібергісі жоқ еді. Ата-енеме көмектесейін, әрі олар да жаңа туған немерелерінің есіне қансын деп әдейі келдім. Ауыл деген аты болғанымен, мұнда жағдай анау айтқандай жаман емес. Бұрынғыдай келіндердің үлгере алмай жатқан тірлігі де жоқ. От жағып, күйелеш болып жүрмейді. Айран сүтті де, нанды да, тамақты да, бәрін электр тоғы мен газдың көмегімен пісіреді. Кейбір отбасылар дәл қаладағы сынды әжетханаларына дейін үйлеріне кіргізіп алған. Бұлайша айтқанда, ауыл келіндері баяғыдай таңның атысы, кештің батысы сабылып жұмыс істемейді. Техниканың арқасында істері жеңілдеген. Соның өзінде қолдары сәл босай-қалса болды, көше жиегіндегі тақтайшаға қарлығаштардай тізіліп отырып әңгіме айтады. Әуелде олардың бұл қылықтарына жатырқай қарағаныммен, кейіннен зеріккен соң өзім-ақ барып қатарларына қосылдым. Сондағы естіген әңгімем, бірі күйеуін, енді бірі енесін, ал енді бірі қайны мен қайынсіңлісін жамандаудан бір-бірінен жарысып, алдарына жан салмайды екен. Тағы ол аздай бір-бірінің сөзін қоштап жіберетіндіктерін қайтерсің? Қысқасы, ол ауылдың келіндері бір-бірінің үйінде не болып, кім келіп, кім кетіп жатқандығына дейін біледі екен. Кейде әңгіме таусылып қалса, көрші үйдің ішкі әлеміне саяхатқа шығады. Одан қала берді, ерлі-зайыптылар арасындағы өзгелерге айтылмауға тиісті дүниелерді де қызу талқыға салады. Содан не керек? Алғашқыда іш пысқан кездерде барып әңгімелерін тыңдағаныммен, кейін олардың маңына да жоламайтын болдым. Шынымды айтсам, ата-ене, қайны, қайын-сіңлі, ағайын-туыстарын жамандауларынан шаршап кеттім. Мен алғаш келін болып түскенде, енем әр ісімнен шалалықты тауып бетіме басып отыратын. Сонда іште әр ісімнен мін тауып отырғанша, істеген дайын істі үндемей іше берсе болады ғой дейтінмін. Кейіннен енді бір нәрсе айтып келе жатса, сөзін аяғына дейін жеткізбей орнымнан тұрып кетіп қалатынмын. Арада айлар өткен соң, тілім ұзарып ұнамаса өзіңіз істеп ішіңіз дейтін де болдым. Не керек? Келін болып түскеніме жыл толмай жатып, енемнің қас жауына айналып шыға келдім. Сөйтіп, күйеуіме шағым айтып жүріп, қалаға соның артынан амалдап жүріп, еріп кетіп, енемнен біржолата құтылдым деп ойладым. Қалада жүріп, тұңғышымды өмірге 7 айлық қылып әкелдім. Сонда келін үшін ененің орны қаншалықты маңызды екендігін түсіндім. Әлі толық жетілмеген баламның жағдайы жақсарғанша айлап ауруханада жатуға тура келді. Сонда аурухананың терезесінен телміріп, біреу ыстық тамақ әкеліп берсе ғой деп отыратынмын. Сонда аулақтан ақ дорбасын арқалап енем келе жататын. Сондағы менің қуанғанымды көрсеңіз ғой. Туған анам да, бауырларым да бір күн келсе 2 апта жоқ болып кететін. Менің күнделікті қажетті заттарым мен ас-ауқатымды енем ауылдан арқалап әкеліп беріп тұрды. Осылайша 2 ай перзентханада жатып, жау санап алған енемнің маған деген риясыз ақ пейілін байқадым да, баяғы істеріме қатты өкіндім. Ауруханадан шыққан соңда енем бар жағдайымды жасап, баламның адам болып кетуіне қолынан келгенше көмегін берді. Түсінгенім, жақсы келін болу да, жаман келін болу да әркімнің өзіне байланысты екен. Сол себепті де келіндерге айтарым, өз отбасыңызды сыртта жамандай бермеңіздер. Басыңызға қиын қыстау күн туғанда өзге емес, дәл сол сіз жамандаған адамдар қасыңыздан бірінші болып табылады.